Кристалл тұрғын үй кешеніне шолу жасайтын боламыз. Мен Алматыдағы барлық тұрғын үй кешеніне шолу жасайтын боламын. Оның бүкіл плюсын, минусын айтатын боламын. Сондықтан, егер сіздерге осы қызықтыр болса, онда менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз және колокольчик басуды ұмытпаңыздар. Кеттік. Алматы қаласының қақ ортасы Абай мен Тұрғыт Озалы көшесінің қиылысында орналасқан бұл тұрғын үй кешені 2025 жылға ғана қолданысқа берілді. Бұны соққан Қазақстрой құрылыс компаниясы осындай 18-20 этаждық үйлері бар. Бұл жерде пәтер саны 1200. Бұл үйде 7 блок бар және 7 блоктың ортасы осындай ойын алаңымен жасалынған. Яғни футбол алаңы бар. Жастарға да, жас балаларға да арналған ойын алаңдарын кездестіруге болады. Демалыс орындары барлығы қарастырылған. Есік алды жасылдандырылған. Осындай жүретін арнайы брусчаткалар бар және балалардың қауіпсіздігі үшін осындай резиналар төселген ойын алаңдарында. Қауіпсіздік сақталады. Осындай домофондар бар. Домофон басып кіреміз, жүріңіздер. Бұл жерде қараңыздар, бірден екі есікпен кіреміз, өйткені бұл үйдің өзінің қауіпсіздігі сақталған. Кіргенде осындай пошта жәшіктері барлығы көрсетілген. Бірінші этажда да үйлер бар орналасқан. Және осындай кірген кезде Кристалл деген жазуы бар, ескертіп тұрғандай. Бұл үйде қараңыздар, негізгі жоба бойынша 4 лифт болу керек, бірақ бір лифтті мына қараңыздар алып тастаған. Сондықтан қазір 3 лифт жұмыс істеп тұр. Және осында этаждарда қанша квартира бар, барлығы қай этажда қай квартира барлығын жазып қойыпты. Және осындай бамбук панельдермен осы жерді кіреберісін әдемілеп жасап қойыпты. Бұл үйде әлі ремонт жасалып жатқан үйлер бар, сондықтан лифттің барлығын осылай әлі қапталып тұр. Алып тастаған жоқ, бірақ жақында бәрі біткен соң алынады. Лифт бұл Joy Life Қытай фирмасыныңкі, жылдамдығы орташа деп айта аламын. Және бұнда адамдарға арналған және заттарға арналған екі түрлі лифт бар екен. Қауіпсіздік шаралары орналасқан екен. Әр этажда осындай камералар орналасқан. Одан кейін есіктерде қараңыздар, МДФ-тен жасалған, фрамугамен жасалған және осындай стеналары әдемі бір өзінің сылақтарымен сыланған екен. Жүріңіздер, бір үйге қонаққа барып көрейік. Мына үйдің есігі басқаша екен. Осыны ұрып көрейікші. Саламатсыз ба? Сіз осы жерде бұрыннан тұрасыз ба? Бір жарым жыл болды. Бір жарым жыл. Қалай, үй жылы ма? Жылы. Үйлеріңізде көршілеріңіздің дауысы естілмей ма? Естілмейді. Ұнай ма сізге осы ЖК? Ұнайды, Кристалл күшті. Рахмет. Несімен ұнайды? Артықшылықтары? Барлық коммуникациялар қасымызда, метро бар, сосын остановка, екі остановка қасымызда тұр. Солай бәрі күшті. Дәл қаланың ортасы. Жақсы, құтты үй болсын. Рахмет. Живой отзыв сіздерге. Қараңыздар, бұл үйлердің биіктігі 3 метр. Жүріңіздер, далада бұлардың балкондары бар екен, соған шығып көрейік. Енді өткен жолы көрсеттім ғой, басқа ЖК-ларда мынау не болып тұрды? Бұл жолы мынау енді өте мықты екен, темірден жасалған. Және осындай әдемі көріністер бар. Жалпы бұл үйлер 17-18 қабатты, бірақ бұның соңғы қабаттарын застройщик как террасы сияқты қылып сатты. Бірақ білмеймін, әлі адамдар ешкім тұрып жатқан жоқ сияқты, мен көзіме қарағанда. Енді тағы бір тұрғындардың айтатын әңгімесі бар. Мына қарасаңыздар, мына бұрыштарында балкон бар. Сол балконды кейбір үйлер бөлме қылып алған. Кейбір үйлер оны балкон ретінде қалдырған. Енді мына жерде көп сұрастырған кезде адамдар біреуі суық дейді үйіміз, біреуі айтады керісінше біздің үйлеріміз ыстық дейді. Неге екен деп зерттеп бастағанда, осы именно балконын ашып жүрген үйлер олар салқын болады екен. Сондықтан мына бұрыштағы терезелер, панорамный терезелер, олар балкон, яғни балконның орны болып тұру керек деп ойлаймын. Біз тұрғын үйдің паркингіне түстік. Паркингісі 2 этаж болады, -1, -2 деген. Одан басқа бұл жерде кладовкілер бар, яғни осы жердің тұрғындарына ыңғайлы етіп артық заттарын сақтайтын өзінің жеке қоймалары бар екен. Бұл тұрғын үй кешенінің ең бір минусын айтатын сәт келді деймін. Бұл 1200-дік тұрғын үй кешені болса да, бұнда паркинг саны небәрі 400 ғана. Яғни бұл паркинг сатылатын кезде осы 400 орын жарты күнде сатылып кеткен деседі. Паркинг жалпы 2 этаж болса да, неге аз паркинг? Өйткені мына паркингтің жан-жағын барлығын басқа да коммерцияларға сатып жіберген деп айтысады. Паркинг 2 көшеге де шығады. Бұл Түркебаева көшесіне де және мына жағында Тұрғыт Озалы көшесіне де шығатын. Өте ыңғайлы, бірақ паркингтерде машиналардың арасы өте тығыз орналасқан екен. Сондықтан мен бұл паркингте кішкене қысылып тұрмын, шын айтайын.
Бұл тұрғын үй кешені қаланың дәл ортасында орналасқан, дәл жанында Абай көшесінің бойында Сайран метросы бар. Одан кейін мына Абай көшесімен барлық автобустар қаланың барлық жеріне сіздерді апарады. Бірақ бір минусы, бұл тұрғын үй кешенінің бір жағы терракота, екінші жағы ЖК Гауһартас болғандықтан бұл жерде кептеліс өте көп болады. Бұл жердің тұрғындары үшін өте жағдай жасалған деп айтамын. Жанның бәрі кофелер, шаштараз, ресторандар барлығы бар. Енді ең бір жақсы нәрсе бұл Алматыда еш жерде жоқ. Invictus Girls, осы жерде адамдар, қыз балалар әсіресе осы жерде фитнеспен айналысып жатады. Бұл ауданда жанға қажетті барлығы бар, яғни аурухана, мектеп, балабақша барлығы осы төңіректе орналасқан. Тіпті бірнеше балабақшаларда бар. Мектеп ең қалада үздік мектептер. Мына 140 гимназияны айтсам болады, Тұран жеке мектебін айтсам болады. Және көңіл көтеретін ойын-сауық орталықтары АДК, Москва тура біздің жанымызда деп айталсам болады. Бұл үйлердің бағасы салыстырмалы түрде Бостандық ауданына ең арзан деп есептеймін. Квадрат метрі 750-850 мыңнан басталады. Бұл жаңадан берілгендіктен бұның жоғары қабаты құрылыс компанияның өзінде де сатылып жатыр. Сондықтан алсаңыздар да болады. Болмаса крыша арқылы осы жерден инвестицияға да, өзіңіз тұруға да үйді таңдап алсаңыздар болады. Осымен Кристалл тұрғын үй кешеніне шолуымыз аяқталды. Достар, егер сіздерге осы тұрғын үй кешені ұнап кететін болса, онда лайк басыңыздар. Енді қандай тұрғын үй кешеніне шолу жасау керек болса, комментарияға жазыңыздар және менің каналыма тіркеліп алыңыздар.